Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Айза. Бүгін сіздерге түрік тәттісі миди баклаваның рецептісін ұсынамын. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін бір жұмыртқаны жақсылап араластырамыз. Үстінен жылы суды құямыз, сұйық май және ерітілген сармайды саламыз. Қаймақты саламыз. Сонымен қатар бір шай қасық лимон шырынын саламыз. Жақсылап араластырамыз. Қопсытқышпен ұнды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз дайын, енді теңдей етіп 8 бөлікке бөлеміз. Сегіз бөлікке бөлінген қамырымызды жаюға оңай болу үшін домалақ пішінге келтіреміз. Қамырымыз қаязып қалмау үшін бетін сулы шаршықпен жауып жар сағатқа қалдырамыз. Және осы уақытта баклаваның каймак деп аталатын салмасын дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға сүтті және суды теңдей мөлшерде құйып, кішкене жылытып аламыз. Жылығаннан соң үстінен ұнтақ жармасын және қантты салып, үздіксіз баяу отта араластырамыз. 15-20 минуттан кейін араластыру барысында массамыз қоюлана түседі және бұрқылдап қайнайды. Осы уақытта оттан аламыз және тез суы үшін жеке ыдыстарға салып жаямыз. Масса суыған соң қолға ұстауға ыңғайлы болады, сол кезде майда шариктер жасап қоямыз. Енді жаңағы қамырларымызды жаятын боламыз. Жаю барысында жүгері крахмалын себе отырып жаямыз. Бастапқыда өте көп мөлшерде себеміз. Қамыр дайын бола бастағанда, яғни жұқара бастағанда крахмал себуді тоқтатамыз. Барынша жұқа етіп жайғандарыңыз дұрыс. Егер сіз қамырмен жақсы жұмыс жасайтын болсаңыз, бұл баклаваның қамырларын жаю сізге еш қиындық тудырмайды. Қамырды жұқа етіп жайып болған соң ораймыз. Орау барысында оқтауыңыз жіңішке болған дұрыс. Және видеодағыдай етіп өрнегін шығарамыз. Өрнегі шығарылған және оралған домалақ қамырымызды қайтадан ашамыз, яғни жайып шығамыз. Енді миди баклаваларымызды дайындаймыз. Арасындағы салмасы үшін тек қана майдаланған фисташка жаңғағын қолдануға кеңес етемін. Видеодағыдай 2 саусақ сиятындай етіп, араларынан орын қалдырамыз. Және фисташка жаңғағының үстінен жаңағы домалақтаған қаймақтарымызды қойып шығамыз. Қаймақтарымыздың үстінен тағы да кішкене фисташка жаңғақтарын себеміз. Видеодағыдай жан-жағын 4 қабат қамырмен жабамыз. Ашық жерлерін қолымызбен жабыстырып шығамыз. Сол жабыстырған жерімізден пышақпен кесеміз. Сосын әр бөлігін кері аударып, екі шетін жабыстырамыз. Артық қамыр болатын болса кесіп алып тастаймыз.
Әрбір қамырдан 8-9 штук баклава шығады. Видеоны мұқият қараңыздар және түсінбеген жерлеріңіз болса сұраңыздар. Жабыспау үшін баклавалардың астына ешқандай пергамент немесе қағаз төсеудің қажеті жоқ. Осы уақытта пешімізді 220 градуста қыздырып қоямыз. Және баклаваларымызды ыдысқа орналастырып болған соң бетіне сары майды жағамыз. Және қызып тұрған пешке 35-40 минутқа жібереміз. Енді сироп дайындаймыз. Сироп дайындау өте оңай болғандықтан мен видеоға түсірген жоқпын. Сироп дайындау үшін қант пен суды орташа отта араластыра отырып қайнатамыз және лимон шырынын қосамыз. Пештен шыққан баклавалардың үстіне сиропты ыстықтай етіп құямыз. Себебі ыстық сироп баклаваларға жақсы сіңеді және бір күнге қалдырамыз. Әсемдік үшін үстіне фисташка жаңғағын сепсеңіздер болады. Міне осымен біздің баклавамыз дайын. Барлығыңызға ас болсын. Егер сізге видео ұнаса, лайк басып пікір қалдырыңыз.